Ал балалар, өткен емесіндерге үй тапсырмасын берген болатынмын. Тақырыбы мен өскенде кім боламын деген, е? Ал кім дайын? Ал Арайлым, шыға ғой. Мен өскенде бала бақшада тәрбиеші болғым келеді. Барлық балаларға теңдей қарайтын боламын. Ата-аналары оларды әкелген кезде баланы сондай тәртіпті деп қуантып, олар кеткен соң балаларға қол көтермей тамақтарын беріп, қызықты ойындар мен танымды оқиғалар айтатын боламын. Оларға ұқыпты қарайтын боламын. Әрбір бала таңнан кешке дейін уақыттарын қалай өткізіп алғандарын білмейді. Керек ертесіне бала бақшаға жыламай асығып келетіндей жағдай жасар едім. Жарайсың Арайлым. Болашақта сенен тамаша тәрбиеші шығатынына сенімдімін. Ал келесі арманымен кім бөліседі? Жанболат. Менің арманым қаржы полиция болу. Халықтың ақшасын жымқырып жатқан жемқорларды ұстап, жазалай билге ақшасын қайтарып беретін едім. Жарайсың Жанболат. Болашақта сенен өте мықты батыр шығады. Ары қарай кім айтады? Нұрдәулет, айта ғой. Менің ата-әжем басқа қалада тұрады. Оларға баратын жол өте нашар. Ал мен оларды қатты сағынамын. Сондықтан мен өскенде жолдың бастығы боламын. Барлық Қазақстандағы жолдарды жөндеймін. Балалар ата-анасымен ата-әжелеріне зуылдап баратын болады. Жарайсың Нұрдәулет, отыра ғой. Нұрдәулеттің арманы біздің елімізге қажет екен, е? Ары қарай кім айтады? Азамат айта ғой. Мен өскенде Қаныш Сәтбаев атамыз секілді ғалым боламын. Ұлытау облысындағы жер асты байлықтарын тауып, оны халықтың игілігіне пайдаланатын жағдай жасаймын. Жарайсың Азамат, отыра ғой. Азамат, сен болашақта ғалым болатынына біз сенімдіміз. Ал келесі кім айтады? Айтаны айта ғой. Менің арманым ұялы телефон болу. Кәне балалар, тынышталайық. Айсана, сен неге телефон болғың келеді? Егер мен телефон болсам, анам екеуміз әрқашан бірге болатын едік. Таңертең тұрғанда ол ең бірінші мені іздеуші еді. Өйткені мен оған ең маңызды жақын адаммын. Мені тауып алған соң, оның көңіл күйі көтерілетін болады. Біз бірге жуынып, мен өзімнің көрген түстерімді оған айтып беретін едім. Тіпті біз таңғы асты ішіп отырған кезде бір-бірімізден көз алмай, әңгіме айтып, алдағы күніміздің жоспарын құрайтын едік. Мені саябаққа барғанда, ол тек менімен сөйлесіп, менімен ғана суретке түсетін еді. Екеуміз түрлі ойын-сауық алаңында ойнап, көңіл көтеріп, серігіп алатын боламыз. Ол маған балмұздақ әперіп, еркелетіп тұрады. Егер кенеттен ол менің бір жерде ұмытып кетсе, айналасындағы адамдардың барлығын ұмытып, мені жан таласып іздеуші еді. Ал мені тауып беруге көмек берген адамдарға рахметін айтып, басын иіп тұрады. Өйткені мені жоғалтса, ол жылауы мүмкін. Сондықтан анашым мені ешқашан қолынан тастамайтын еді. Ал бірақ бізде жағдай мүлдем басқаша. Өйткені мен телефон емеспін. Мен телефон болсам, анама күнде таңнан кешке дейін қызықты оқиғалар айтып, әлемдегі жаңалықтармен бөлісіп, оның ішін пыстырмайтын едім. Ол маған қарап жатып, мені тыңдап жатып, ұйықтап қалатын еді. Сол үшін мен телефон болғым келеді. Апай, менде телефон бар. Балаға кеткен уақыт далаға кетпейді.